Мен негізі бұны сендерге айтпауым керек еді. Бірақ бастадым ғой енді, сондықтан айтайын. Егер де сен әңгімеңді бастар алдында мына 4 фразаны алдына тығып жіберсең, кез келген адамның назарын аударып алатын боласың. Номер 1. Мен бұны сендерге айтпауым керек еді. Адамдар секрет тыңдағанды жақсы көреді. Сол себепті мына фразаны айтқан кезде құлақтарын түре қалады. Номер 2. Бұны өте аз ғана адамдар біледі. Бұл жағдайда адамдар сені мұқият тыңдай қалады, себебі сен оларға эксклюзивті контент берейін деп жатырсың. Номер 3. Осыны айтсам, көп адамдар менімен келісе бермейді. Мына сөзін арқылы сен адамдарды екі топқа жарайын деп жатырсың. Яғни дебаттың бастамасы, ал дебат пен спор біз жақсы көретін нәрсе. 4. Айтсам мені жек көріп кетесің. Бұл жағдайда адамдар сені мұқият тыңдап қана қоймай, не себепті мен мына жігітті жек көріп кету мүмкін деген ойда отырады.